Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында өзіміз күнделікті шай ішіп жүрген кесемізбен кекс пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер салатын боламын. Ерекше кексімізді ыдысымыздан алу үшін бізге ешқандай қиындық тумайды. Жан-жағын осылай босатып алып, шамалы бұрап жүрсек, біздің кексіміз ыдыстан босайды. Міне осылай аламыз. Ал енді кексіміз дайындауға кірісейік. Алдымен айранымызға содамызды салып, реакцияға түсуін күтеміз. Сол арада біз жұмыртқамызға қантымыз салып, миксердің көмегімен аппақ болып көпіргенше миксерлейміз. Міне осылай аппақ болып көпіріп шығады. Сонан соң біз сұйық майымызды құямыз. Реакцияға түсіп тұрған айранымызды құямыз. Сонан соң миксердің көмегімен шамалы араластырып жібереміз. Көп уақыт араластырудың қажеті жоқ. Сосын ұнымызды електен өткізіп саламыз. Разрыхителіміз қосып жібереміз. Енді бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне бізде осындай қой воздушный қамыр шықты. Ал енді шоколадымызды салып, тағы да араластырамыз. Міне қамырымыз дайын болды. Ал енді кесемізді қойып аламыз. Менде осындай 6 кесе шықты. Шамалы түбіне майтамыз жібереміз де, кесечканың көмегімен осылай жан-жанына дейін майлап шығамыз ыдысымызда. Міне ыдыстарымызды майлап болғаннан кейін біздің қамырымызды теңдетіп бөліп салып шығамыз. Бұл жерде менде көз мөлшерімен бөліп салып шықтым. Менде осындай үлкендеу 6 кесе шықты. Шай ішетін кеседе. Біз алдын ала пешімізді қыздырып қоймаймыз. Себебі қызып тұрған пешімізге пиалаймызды салған кезде сынып кетуі мүмкін. Сондықтан осылай противеньге салып алып, сонан соң пешімізге салып, сосын бар градусын қосамыз. 200 градуста пісіріп аламыз. Әр қайсының пешіне қарай уақыты осылай қызарып піскенше көресіздер. Міне осылай босатып алып, жеуге ұсына беруге болады. Не керемет ерекше кекс дайындап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.